Қалыңқас мұғалімнің тағы бір қарсыласы болды. Бірақ мәңгілік болмаса да, бірнеше жылдан кейін Гай және оның командасы Какашидің командасына көмектесуге асығады. Коноханың жасыл жыртқышы тағы да Кисамемен кездесіп, оны жеңіп, ант берген жаудың ортасына бөтен денені тапты. Содан кейін ол өзінің жеке көшірмесімен және Дейдарамен күресті. Содан кейін ол ауылға оралады. Көп уақыт өтеді және Гай Нарутомен бірге Тасбақа аралына барады. Онда ол Кисамемен кездеседі. Енді оны бір жола жеңеді. Қылыштасушы өзін-өзі өлтіруге бел буғанда, Жасыл аң өзінің дұшпанын ешқашан ұмытпайтынын уәде етеді. 4-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Гай, Какаши мен Ли бірге Альянстың 3-ші отрядына кіреді және Тұманың 7 қылыштастарымен алдыңғы ұрпақпен шайқасқа қатысады. Содан кейін Обито мен Биджумен, сондай-ақ Мадарамен шайқаста Нарутоны құтқаруға келеді.